Адам ағзасына ең пайдалы тағамдардың бірі ол жаңғақтар. Ал осы жаңғақтардың ішіндегі ең пайдалысы ол әрине грек жаңғағы. Грек жаңғағы көптеген пайдалы витаминдер мен минералдың нағыз қайнар көзі. Грек жаңғағын жемес бұрын оның пайдасы мен ағзаға зиянын бағалауыңыз керек. Грек жаңғағы ересектер мен балаларға бірдей пайдалы. Ол ағзаны пайдалы заттармен қанықтырады, қауіпті аурулардың дамуына жол бермейді. Грек жаңғағының оң қасиеттеріне мыналар жатады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз, өте пайдалы әрі қызықты болады. Грек жаңғағының құрамында пайдалы дәрумендер В2, В12, омега-3 және омега-6, калий, магний сынды басқа да пайдалы заттар мен макроэлементтер бар. Сонымен қатар жаңғақ сиыр етінен қарағанда жоғары калориялы және 17% ақуыз бар. Әрі бұл вегетариандар үшін таптырмайтын ингредиент болып табылады. Калифорния университетінің ғалымдары өте қызықты бір эксперимент жүргізеді. Олар 2 апта бойы тышқандарға тек грек жаңғағын береді. Бұл зерттеудің нәтижесінде бойында онкологиялық ауруы бар тышқандардың қатерлі ісік ауруының қарқындауының азайғанын байқайды. Әрине бұл зерттеуге қарап грек жаңғағы қатерлі ісікті емдейді деген сөз емес. Бірақ алдын алу мақсатында күнделікті тағамдануымызға қосқанымыз дұрыс болады. Пенсильвания университетінің ғалымдары болса, грек жаңғағының асқазанға қандай әсер ететінін білу үшін зерттеу жүргізеді. Осы мақсатта 30 пен 60 жас аралығында артық салмағы бар 42 адамды жинайды. Содан соң ол адамдарды 2 топқа бөліп, бірінші топ бұрынғыдай тамақтануын жалғастырса, екінші топ күнделікті тамақтану тәртібіне грек жаңғағын қосады. Бұл зерттеудің нәтижесінде күнделікті грек жаңғағын қолданған адамның асқазанында розобурия сияқты пайдалы бактериялардың көбейгені байқалады. Көптеген зерттеулер нәтижесінде грек жаңғағы пайдаланатын мемлекеттер немесе адамдар жүрек-қан тамыр аурулары, инфаркт, инсультке өте сирек шалдығатыны дәлелденген. Грек жаңғағының құрамында миды, сүйектерді және шеміршекті жұмыс тәртібінде ұстауға қажетті бордың мөлшері бар. Бета-ситостеролдың арқасында ол атеросклероздың, әсіресе коронарлық және церебральды артериялардың қаупін азайтады. Грек жаңғағын үнемі тұтыну қандағы глюкоза деңгейін, қысымды төмендетуге және артық салмақтан арылуға көмектеседі. Грек жаңғағының күнделікті мөлшері 30 грамм, яғни алақаныңызға сиятындай ғана мөлшерде. Және бір айта кететін маңызды жайт, грек жаңғағынан толықтай пайда алу үшін оны 7-8 сағат суға малып қою керек. Содан соң духовкада немесе дегидрататорда құрғату арқылы пайдалана берсеңіз болады. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Егер де сізге пайдалы болған болса, қазақша каналды қолдау мақсатында міндетті түрде лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыз.